Мен өзімнің апаммен ғана тұрам. Отыр, бейбарыс, отыр. Менің апам уже анамдай болып кеткен. Бейбарыс. Шайын жеш. Үйдің шайын сағынасың әлі. Ең бірінші естелігім ол мен 4 жасында абайда тұрған кезінде ол маған доп алып берген кезі. Апа мен үшін ең қадірлі адам. Өте ақылды бала, не берем. Осы есіктен кіріп келсе мен оны бір қуанып тұрам. Осы келе жатқаннан өзім сондай күтіп алам ғой. Кетіп атқанда шығарып салам. Жолым ашық болсын, ертеңем биік болсын. Апамнан бірінші рет бұлай алысқа кетейін деп тұрмын. Мен ол оқуға үлкен азамат және отанымды қорғау үшін бара жатырмын. Әкемнің ағасы ол да воениядан болды. Үй киімдерін көріп, әдемілеп, соған тамсандым. Мен де сол ағам сияқты болсам деп, соған еліктедім. 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін жас ұланға түскім келді. Сол 8-9-ды басталғаннан бері жас ұланға дайындалып жүрдім. Жас ұланға барам деді. Барсаң бара ғой дедім. Өзім жақсы көрем сол военный болған адамдарды да, қызығам. Өте тәртіпті болады, ақылды, кісіге қамқоршы. Енді мен де бейбарысым ертең жақсы азамат болып шықса, қамқоршы болады бізге. Елін үмітін, менің үмітімді ақтайды, халқына қызмет етеді. Патриот адамның бойында ең маңыздылары ол сенімділік, мықтылық, адамгершілік, еңбекқорлық, еліне деген сүйіспеншілік болу керек. Болашақта мен елімді, жерімді қорғайтын, отанымды қызмет ететін азамат болуға тырысамын.